Ұлттық аспаптарды әртүрлі жағдайда пайдаланған. Мысалы, аң аулаған кезде, дыбыс бұғыны шақырған кезде, бір жан келе жатқан кезде, осындай кездерде пайдаланған. Екі ішектің біреуін қатты, біреуін сәл-сәл кем бұра. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра демекші. Осы өлеңдер жолдарында айтылғандай, домбыра ең қасиетті, ең көне аспаптардың бірі болып табылған. Домбыраны эпикалық дәстүрде әртүрлі жағдайда қолданған. Мысалы, олар туралы, домбыраны шығу туралы, қасиеті туралы домбыраның әртүрлі аңыздар көп. Сол аңыздардың бірі Дембира деген қастерлі де қасиетті шығыс елінде бір қыз болған екен. Соның қасиетіне байланысты домбыраның қасиетін сәйкестендіріп соған келтірген екен. Негізі ұлттық аспаптар бізде кеңінен тараған екен. Қандай ұлттық аспаптарды білесің, Жансезім? Домбыра, қобыз, сарнай, дауылпаз, жетіген, қобыз. Жақсы. Домбыраны ежелгі этнографтардың ескерткішіне сүйенсек, негізі домбыраның шығу тарихы әртүрлі болған екен. Домбыраны кейбіреулері сол ескерткіштерде жазғандай, айтылғандай, домбыраның мысалы несін қасиеті туралы айттық, домбыраның шығу тарихы әртүрлі екен. Мысалы, оны ешкінің екі ішегі ағашқа ілініп қалып, сол үнін берген деседі. Соған сәйкестендіреді, домбыраның үнін. Әртүрлі сондай аңыздар көп екен. Енді домбыраны бізде орта ғасырларда пайда болды деседі. Мысалы, домбыра әртүрлі жағдайда біз қолданамыз, қазақ дәстүрінде, қазақ елінде біз домбыраны күй тарту арқылы, ән шерту арқылы пайдаландық. Енді бізде домбыра кеңінен фольклорлық ансамбльдерде, оркестрде, үлкен шығармаларда, соларда кеңінен пайдаланып жатырмыз домбыраны. Домбыраның енді құрылысына келетін болсақ, домбыра, жаңа күй шертеміз дедік, домбырамен ән айтамыз дедік. Қандай күйшілерді білесің, Жансезім? Құрманғазы, Дина, Тәттімбет, Сейтек, Қазанғап, Қазанғап. Көп өте, бізде күйшілер өте көп. Енді Жансезім, домбыраның құрылысына келетін болсақ, бізде домбыра ең көне аспаптардың бірі дедік, екі ішекті көп пернелі дедік. Екі ішегі бар домбыраның, міне 19 пернесі бар, екі тиегі бар, үлкен тиек және кіші тиек немесе шайтан тиек деп атайды. Басы бар, мойны, кеудесі немесе шанағы және бет қақпағы, түймесі, дыбыс шығаратын ойығы бар. Енді екі құлағы бар және де. Домбыраны ойнаған кезде, көрсетіп тұр, ою немесе әртүрлі мына жерде сызылған болатын жерде белгіленеді. Сол жерде біз домбыраны үйренеміз. Үйренгенде осы жерде ойнаймыз, дыбыс шығаратын ойыққа қолда апармаймыз. Сол оң қолдың білегі арқылы, қимылдау арқылы, біз төмен, жоғары әртүрлі қағыстарды пайдалану арқылы ойнаймыз. Және сол қолда бармақ деп аталады. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші саусақ астында, үстінде де, шекте астында да ойнала береді. Сол қол арқылы осылай ойнаймыз. Оң қолда бізде әрине білек қимылдау арқылы ойналады, оң қолда. Енді
Вольфганг Амадей Моцарт шетел композиторының Аллегретто деген шығармасын алып көрейікші, иә? Қолымызды көрейік қалай қимылдайды. Және де сол қолымызды көрейік. Оң қолмен сол қолымызды. Домбыра бізде иықтың, иә? Міне, басымен иық біркелкі түзу болу керек. Жоғары немесе төмен қоймаймыз. Домбыраны ойнаған кезде. Енді біз төртке саналады екен, иә, шығарма. Жүрдек, төртке санап, ақырын қарап ойнаймыз. Сол қол және де оң қол білек қимылдау арқылы, иә. Ал бастаймыз. Ашық, ке, үшке, төртке, бірге, екіге, үшке, төртке, бірге, екіге, бірге, екіге, үшке, төртке санаймыз. Тағы да. Жақсы. Бізде сонда жан сезім қолымыз, білегіміз қимылдау арқылы төмен жоғары қағыспен Аллегретто шығармасын ойнадық.